Әр күні бір шырғылт, қызықсыз үруде. Бәрі бірдей тәрізді. Ұйқың келуде, бірақ телефонды қоюға шамаң жетер емес. Ешқашан бітпейтін лентаның бітуін күтіп жатудасың. Біреудің видеосы, біреудің күлкісі, біреудің өмірін қарауға кеткен сенің уақытың. Уақыт білмей өтуде. Сағат түнгі 12 болды. Осы уақытта сиқыр басталады. Ауа ауыр сезіліп, сен өзіңнің уақытты қалай құртып жатқаныңды түсінесің. Мен не істеп жатырмын? Түн сенің санаңда бірдеңені оятады. Ойыңа неше түрлі идеялар келеді. Мақсаттарың жоспарлана бастайды. Сол сәтте сен жаңа өзіңді жасай бастайсың. Өз-өзіңе айтасың. Бұл менің өмірімді өзгертетін сәт. Мен ертең басқа адам боламын. Жүз пайыз гарантия береді. Мына байлардың көбісі бай болу себебі Сила определяла судьбы целых поколений. әр адамның өз Была өмірінің символом кезеңдері эпохи болады. и инструментом мечты. Затем стало наследием. Сосын таң атады. Сенің ұйқы алдында жасаған версияң мүлде бөлек сезіледі. Өмірдің рутинасы арманыңды бүркеп, кешегі отыңды сөндіреді. Өзің жасаған өзіңе сену қиынға түседі. Бұл тек сен емес, бұл сенің биологияң. Түнде күндізгі шу тынышталып, стресс гормоны түседі. Сенің миың стресстен босап, барлық затты істеп, тоқтам бар жасай алатындай болады. Ал күн шығысымен кортизолың көтеріліп, ми өмір сүру режиміне түседі. Өміріне қажет заттарды ғана қалайды. Қиял мен шындықты фильтровать етеді. Өз үйренгендей. Бәлкім ол бір түндік сезім ғана шығар. Бірақ ең үлкен жол бірінші қадамнан басталады. Қазір басталады.